Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді бала тәрбиесі туралы көп болыпты, сіздермен көп ой бөлісе алмаппын. Өзім біраз қарбалас болып. Енді бүгін сол бір алдыңғы аптада үйде болған бір кішкентай уақиғадан осы сіздерге пайдасы тиеді ау деген бір ойлармен бөліскім келіп отыр. Біз әдетте балаларымызға кінә таққышпыз, мысалы. Өзіміздің кемшілік қателігімізді, өзіміздің дұрыс істемей қалған жерлерімізді мойындағымыз келмейді. Алдыңғы сенбі-жексенбінің бірінде бір кешкі тамақ уақытында біз кешкі тамақ жегелі жаттық қой. Мен сонымен нанды пакетке салып, ары қарай шетке тамақ қойып қойдым. Балалар нан қосып жегенді жақсы көреді тамаққа. Бірақ менің ойым енді тамақтың ішінде көк даттарын түгетсе, соны дұрыстап жесе деген оймен нанды артаман қойып қойдым. Сонымен біз тамақ ішіп отырған едік, қызым екеуміз сәл бер жағына таман отырып қалдық қой. Сонымен балам енді Арлан сондай жақсы бір көңілімен нанды бізге таман ортаға қоймақшы болып алды. Алып жатқан кезінде ішінде көп қоқымдар болған. Қоқымдар саудырап бірақ жерге түсіп қалды, пакеттің аузы ашылып кетті да. Сонымен дәл сол кезде енді менің алдындағы ойым нан қосып жемесе деген ойым бар. Бір жағынан балам соғанан төгіп алғаннан кейін сол жерде байқасаңшы деп сөйтіп қалдым да. Балам сол жерде жылады, жылай салды, көзінен жас шығып, мен неге осылай істей берем, мен неге нәрсені түсіре берем деп өзін кінәлап кетті. Сол сөзін естіген өзімнің жаңағы кінәлаған сөзімнің дұрыс емес екенін дереу танып жеттім да, өзімді басып, болды балам, іштен кетпей тамағың же ғой, жеп болған соң бірге қоқымды тазалай саламыз деп сөйттім. Мен отырып ойладым, не үшін балам жылай салды, ондай емес еді ғой деп өзім ойланып отырдым. Не үшін соны енді байқамадың деп айттым. Мысалы әдеттегі кезде біз көп айтамыз, нанның қоқымын албат жерге тастамау керек, нанды аялау керек деген секілді. Балалар жақсы түсінеді, апайлар да мектепте көп айтады. Ол енді нанды қастерлемей тұрған жоқ, ол байқамай қалды ғой. Бізде көп байқамай көп істерді істеп қаламыз ғой. Не үшін сол кезде баланы түсіне салмаймыз? Мысалы біз нәрсе түсіріп алсақ, бізді ешкім кінәламайды ғой. Бізге баламыз не үйттің деп айтпайды, ешкімді айтпайды. Біз өйткені өзіміз үлкейіп алғанбыз, өзімізді өзіміз білеміз. Мысалы бізді ешкім басқара алмайды деп ойлаймыз. Артынан тазалап, екеуміз сол үлкен бір нан салатын арнаулы қоқсық сандығы бар, соған апарып салдық. Бұл жолда мен Арланнан сұраймын ғой, балам сен неге жыладың бағана десем, мен таңертеңде нанды түсіріп алып едім деп сөйтті. Таңғы ас кезінде мен болмағам. Сонымен үйге келген соң әкесінен сұрадым, таңертең не болып еді десем, таңертең толық бір нанды жерге түсіріп алды деп сөйтті. Сонымен сен бірдеңке деп бедің десем, байқасаң болмай ма, неге бүйттің деп солай айтып едім деп сөйтті. Деп сол кезде түсіндім де айттым, бүгін екеуміз 2 рет кінәлаппыз баланы. Жаңа мен де солай кінәладым. Сол кездегі айтқан сөзі жүрегімді қиын ауыртты. Мен неге осылай істей беремін, мен неге нәрселер түсіре беремін деп айтты. Енді біз неге баланы өзін кінәлатқызып қоямыз осылай? Бұлай болмау керек қой әсілі деп едім. Әкесі де түсінді, дұрыс, біз расында да көп осылай айтады екенбіз деп. Сонымен біз баламды шақырып жанына отырғызып айттым, балам, бізде талай істегенбіз бұндай, ыдысты жуып жатып неше ыдысты шағып тастағанбыз деп. Әкесі де өзінің бір қызық кезін айтты. Кішкентай кезінде талқанды қуырып болып тақсыға салмақшы болған кезінде мен салам деп бой бермей салмақшы болып қазанмен төңкеріп қалған кезде талқан бірақ жерге төгілген, сондай бір қызықты кездерін айтып, сонымен балалар оған күліп қайта айтқызып тыңдап солай істеді. Енді өте жақсы шештік деп ойладым осы бір мәселені. Біз енді көп мән бермейміз, бірақ осылардың бәрі баланың көңіліне өзін кінәлайтын бір түрлі бір не қалыптастырады. Одан тағы бір істі қоса кетейін. Алдында балам бір жаңа дәптердің басына бастап бір әңгіме жазған екен. Соны әкесі бірінші бетін көрмей, екінші бетінен бастап өзі бірдеңкелер жазыпты ғой. Сонымен кеште балам кеп, әке, мынаны неге бұлай істегесің, мен мынаны бастап жазып жатыр едім ғой деп сөйтіп еді. Әкесі жеңіл ғана, тағы бір жаңа дәптер алып жаза сала ғой деп солай деді. Ол сөзі мен көңілімнен өтпеді. Артынан балаларым ұйықтап қалған соң әкесіне айттым, сол кезде сен ең алдымен шынайы түрде
оның со бір еңбегі ғой. Мысалы басын бастап жазудың өзі оңай емес. Балам ренжіме, мен білмей қаппын, мына жерді көрмей қаппын ғой, кешірші, менікі дұрыс болмады деп шынайы түрде кешірім сұрап, одан кейін барып және бір жаңа дәптерге жаза қой деп айтсаң, онда өте жақсы болатын еді. Неге мысалы қателігіңді мойындауға, шынайы мойындауға мойынсал болмайсың мысалы. Сол секілді енді осындай бір істерде баламыздан шынайы кешірім сұрай білсек, одан кейін баламыздың көп істер дұрыс істей алмай қалады, үлкен адамдар да дұрыс істей алмай қалады ғой. Соларды кешірсек, бірге тазалассақ мысалы артын, одан кейін мысалы өзіңіздің басыңыздан өткен кейбір өзіңізде қателік жібересіз ғой, соларды ұялмай ашық түрде айтсаңыз, өз қателігіңізді де мойындасаңыз, әрқашан балаңыздың жақсы жағын көре білсеңіз, мақтай білсеңіз балаңызды, тек қана қателік жағына үңіле бермей, солай істесек балаларымыз ерекше болады. Бәріміз де балаларымыз үшін өзгере білейік, өзімізді тани білейік, қателігімізді біле білейік, баламыздың алдында кішірейе білейік, ештен кетпейді.